Қайырлы күн. Кезекті сабағымыз іс жүргізу бөлігіне арналады. Бүгінгі сабақ материалы видео жазба түрінде берілді. Барынша түсінікті болсын деп кейбір сөздер орысша аудармасымен қатар айтылып тұрады. Олай болса бастайық. Сабақтың тақырыбы құжаттама жасау, құжаттарды дайындау және ресімдеу тәртібі. Бұл үлкен тақырып бірнеше бөлікке бөлінді. Бірінші бөлім құжаттарды ресімдеу. Оформление документов. Мұнда құжаттың деректемелерімен және оларды ресімдеу тәртібімен танысамыз. Сонымен, құжатты ресімдеу кезінде бланкілер пайдаланылады. Оған құжатта болуы тиіс деректемелер, яғни реквизиттер қойылады. Реквизиттер дегеніміз бұл құжаттың анықтамалық бөлшегі. Мысалы, өтініш құжатында 5 реквизит бар. Олар адресат, құжат түрінің атауы, мәтін, дата және қол. Бланкілердегі деректемелер белгілі бір кезекпен орналасады. Ол Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысында белгіленген тәртіпке және санға сәйкес болады. Барлығы 24 деректеме бар. Бірақ құжаттың түріне байланысты олардың мөлшері де әртүрлі қолданылады. Бүгін 10 деректеменің орналасу тәртібін қарастырамыз. Осы схемада бір санның орнында Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының, эмблеманың, логотиптің, тауар белгісінің бейнесі тұру керек. Егер бланкіде мемлекеттік елтаңба бейнеленген болса, онда эмблема, логотип немесе тауар белгісі орналастырылмайды. 2 санының орнында ұйымның ресми атауы тұрады. Ол құрылтай, яғни учредительный құжаттарына сәйкес атауды қамтиды. Ұйымның атауын қысқартуға болады. Тек бұл құрылтай құжаттарында бекітілуі керек және толық атауынан төмен жақша ішінде орналастырылады. Егер дәрежелері тең 2 және одан көп ұйым әзірлеген бірлескен құжат болса, онда ұйымдардың ресми атаулары әліпби ретіне қарай, яғни алфавит бойынша орналастырылады. Ал дәрежелері тең болмаған жағдайда атаулар ұйымдар иерархиясына сәйкес орналасады. 3 санының орнында ұйым туралы анықтамалық деректер болады. Справочные данные об организации. Мұнда пошталық мекен-жай, телефондардың, телефакстердің нөмірлері, электронды поштаның мекен-жайы және ұйымның қалауы бойынша басқа да мәліметтер көрсетіледі. Бұл мәліметтер ұйымның заңды мекен-жайы болып табылады. 4 санның орнында құжат түрінің атауы тұрады. Ол қызметтік хаттар мен факстерден басқа құжаттардың бәрінде болатын реквизит. Құжат атауы бас әріптермен қалың қаріппен, яғни жирный шрифтпен ортада жазылады. Егер құжат қос тілде болса, қазақша атауы мен орысша атауы фирмалық бланкінің оң және сол жағынан орналастырасыз. Келесі 5 санының орны. Бұл құжаттың датасының орны. Бұл кез келген құжатқа қойылатын және құжатқа заңдылық күш беретін реквизит. Құжат датасы сөз сан тәсілімен, яғни жыл мен ай, жыл мен күн араб цифрларымен, ай сөзбен. Мұндай құжаттарда құқықтық актілерде, хаттамаларда, банктік, қаржылық, бухгалтерлік құжаттарда және жеке мен заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттарда осы жазылған үлгі бойынша жазылуы тиіс. Басқа құжаттарда цифрлық тәсілмен күн мен ай 2 араб цифрымен, жыл 4 араб цифрымен нүкте арқылы бөлініп ресімделеді. 6 санының орнында құжаттың тіркеу нөмірі, индексі тұрады. Ол ұйымның істер номенклатурасы бойынша істің индексінен және тіркеу бақылау нысандағы құжаттың реттік нөмірінен тұрады. Ұйымның қалауы бойынша тіркеу нөміріне қосымша элементтер қосылады. 2 және көп ұйым жасаған құжаттың тіркеу нөмірі сол ұйымдардың тіркеу нөмірлерінен тұрады. Тек құжатта авторлардың көрсету тәртібі бойынша қисық сызық арқылы қойылады. Келесі 7 санының орнында кіріс құжаттың тіркеу нөміріне және датасына сілтеме.
Мұнда жауап беріліп отырған құжаттың тіркеу нөмірі, күні көрсетіледі. 8 санының орнында құжаттың жасалған немесе шығарылған жері көрсетіледі. Хаттан басқа құжаттардың барлық түрінде құжаттың жасалған, шығарылған жері көрсетіледі. Өкімдік құжаттардан басқа бұны ішкі құжаттарда көрсетпеуге болады. 9 санының орнында құжатқа қолжетімділікті шектеу грифі. Гриф ограничения доступа к документу. Құжатты пайдалануға қойылатын шектеу грифі құпия ақпараты бар құжаттың бірінші парағының 10 жақ жоғарғы бұрышына тырнақшасыз қойылады. Егер құпия ақпараты бар құжат жеке азаматтарға арналса, оған конфиденциалды грифі қойылады. Кәсіпорындарға арналса, КК коммерциялық құпия грифі. Мемлекеттік маңызы бар құпия ақпаратты құжаттарға құпия, аса құпия деген грифтер қойылады. Келесі 10 санының орнында адресат. Құжаттарға, ұйымдарға, олардың құрылымдық бөлімшелеріне лауазымды немесе жеке адамдардың атына жолданады. Адресат деректемесі кіші әріптермен, қалың қаріппен ресімделеді. Ұйымның, оның құрылымдық бөлімшелерінің атауы құжат жіберіліп жатқан адамның лауазымы атау септігінде, тегі бар септігінде жазылады. Құжатты ұйым басшысына жолдаған кезде ұйымның атауы адресат лауазымының құрамына кіреді. Мысалы, филология кафедрасының оқытушысы Т.С. Есеновке. Құжатты жеке тұлғаға жолдаған кезде алушының аты жөні және тегі пошталық мекен жайы көрсетіледі. Егер құжат бірнеше ұйымға жіберілетін болса, олар жалпыланып көрсетіледі. Бір құжатта адресаттар 4-ден асырылмай ресімделеді. Адресаттардың саны көп болған жағдайда құжатты тарату тізімі, яғни реестрі жасалады. Осы ретте грамматиканы қайталап жіберейік. Барыс септігі, дательный падеж, кімге неге сұрақтарына жауап береді. Түбірге ғаге, қаке жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, басшыға, директорға. Ал тәуелдік жалғауының үшінші жағынан кейін на, не жалғауы жалғанады. Мысалы, бөлім басшысына, мектеп директорына. Ескертуде бар. Бірінші, қазақ тілінде алдымен инициал, одан кейін тек, яғни фамилия жазылады. Жалғау фамилияға, үндестік заңына сәйкес жалғанады. Екінші, фамилияның құрамындағы оф-ев қосымшасы ешқашан ескерілмейді. Алдыңғы буынмен үндеседі. Мысалы, Есенов сөзіндегі түбірі жіңішке. Оған жалғанатын жалғауда жіңішке болады. Айтбаев сөзі жуан, қосымшада жуан болады. Кімге? Айтбаевқа. Кімге? Есеновке. Және үшінші, сөздің соңында БВГД болса, оған жалғау қатаң дыбыстан басталады. Яғни қа, ке жалғауларын қоясыздар. Осымен сабақтың бірінші бөлігі аяқталды. Сіздерге қорытынды сұрақтар сілтеме бойынша жіберіледі. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.